Көңіл күйіңіз болмай тұрған кезде ешқашанда бала тәрбиесімен айнаспаңыз. Өз балаңызбен тығыз қарым-қатынас орнатуға тек қана сіздің көтеріңкі көңіл күйіңіз, оң көзқарасыңыз ғана әсер етеді. Тәрбие сатылы деңгейде жүргізілгені дұрыс. Әр биік өз уақытында біртіндеп көтеріліп отырғаны дұрыс. Бала біздің айнамыз. Олар ең алдымен ата-анасынан үлгі алатынын және көп жағдайда біз өмірге қандай адамдар жасасақ, олар да сондай қадамға баратыны есте жүрсін. Балаңызбен әңгімелесу нәтижелі болуы үшін ең алдымен ашық жарқын сенімге құрылған риясыз әдісті таңдаңыз. Сіздің сөзіңіз қатал естілуі мүмкін, бірақ ешқашанда ауыр әрі өрескел болмауы керек. Ақырын әрі сенімді айтылған әңгіме ғана ата-ананың талаптары мен ойларына балаға жеткізе алады. Балаңыз үшін керек уақытта қажетті ақыл қосатын, оның қадамдарын айыптамайтын, ең жақын досына айналыңыз. Өзін және оны қоршаған адамдарды жақсы көруге үйретіңіз. Бұл оны өзіне сенімді адам ретінде қалыптастырып, қоршаған ортамен байланысын жолға қоюға көмек береді. Бір мезетте қатал да мейірімді бола біліңіз. Егер сіз балаңызға деген ыстық ықыласыңызды үнемі білдіре отырып, тек керек уақытта ғана ұрсатын болсаңыз, онда бұл сіздің тәрбиеңіз барысында міндетті түрде жемісін береді. Оған өмірдегі өз ұстанымына тұрақты болуды үйретіңіз. Баланы әр кезде оның көзіне қарап тұрып, мұқият тыңдаңыз. Өйткені тек сол сәтте ғана оның ішкі жан дүниесі мен алаңдатқан мәселеге сіздің бейжай қарамайтыныңызға сенімді болады. Өзіңіздің бос уақытыңызды үнемі балаңызбен өткізуге тырысыңыз. Ондай сәттер баланың өзіндік орнын сезініп өсуіне мүмкіндік береді. Жанжалдасқан күйі екі жаққа бөлініп жүре беруге болмайтынын ұмытпаңыз. Ең алдымен балаңызбен татуласып алыңыз. Содан кейін ғана өз жұмысыңызбен жүре берсеңіз болады. Әр уақытта оған қажет болғанда үйде болғаны қандай жақсы екенін жанына салып мақтап отырыңыз. Себебі ол өзінің қажеттілігін түсініп, үнемі үйге асығатын болады. Өзінің жақсы адам екенін ескертіп отыруы керек. Алайда басқалардан артық емес екенін естен шығармай айтып отырған жөн. Себебі оның тым тәкаппар және екі жүзді болып өспегені жақсы. Оның таңдауы мен пікіріне құлақ түріңіз. Тіпті сіз онымен келіспейтін болсаңыз да, оны еш уақытта сынамаңыз. Оны өз қадамдары үшін жауап беруге үйретіңіз. Оның өзін емес, әр уақытта жақсы қадамын бағалап, егер ол дұрыс емес жасаған болса, қателігін көрсетіңіз. Оның орнында өзіңіз болғанда былай істер едім деп, таңдау және шешім қабылдау құқығын оның өзіне қалдырыңыз. Еш уақытта оның осыған дейін жасаған қателіктерін еске алмаңыз. Болған нәрсенің барлығын өткен күнге қалдырыңыз. Оған тым қатты талап қойып, ұзын сонар ақыл кеңес айтудан аулақ болыңыз. Оның жанын жаралайтын, немесе намысына тиетін, ащы әзіл, не теңеулер, әжуа айту еш уақытта дұрыс болмайды. Егер сізді оның мінез құлқы ренжітсе, бұл жайлы өзіне айтыңыз.
Бұндай кезде оның тәртібін талқыламаңыз. Тек өзіңіздің көңіл-күйіңіз туралы айтыңыз. Шектен тыс бақылауды азайтыңыз. Бұл көп жағдайда табыс әкелмейді. Ол ақтай алмайтын үмітті, көтере алмайтын жүкті оған артпаңыз. Бастапқыда өзіңіз одан не талап ететініңізді анықтап алған жөн. Содан барып міндетті түрде оның не қалайтынын біліңіз. Таным жасауға тиіс аса маңызды жағдайлар бойынша міндетті түрде келісімге келуге ұмтылған жөн. Әңгіме барысында оның маңызын жоғалтпау үшін көп сөзділіктен арылу керек. Сіздің баланы мәжбүрлеуіңіз тым нәзік, жан-жақты әрі жалғаспалы сипатқа әсер ететіндей болуы керек. Әр уақытта баламен үлкен адамдарша оны кішірейтіп, еркелетер сөзді барынша аз қолдана отырып сөйлескен абзал. Даулы мәселелер орын алған жағдайда бала өзін үнемі қателесуші ретінде сезінбес үшін оған жол беріңіз. Бұл арқылы сіз балаңызды біреуді кешіруді, өз қателігін түсінуді, жеңілістер мен қателіктерді мойындай білуді үйреткен болар едіңіз. Оны ақылы, таланты, сұлулығы немесе тума дарыны үшін емес, қарапайым ғана оның осылай бар болғаны үшін ғана жақсы көріңіз. Есіңізде болса, балаға 3 негізгі қасиетті дамытуға міндеттісіз: шешім шығару, құрмет, жауапкершілік. Қандай жағдай болса да еңсесін тік ұстайтын, жан-жағындағыларға құрметпен қарайтын және өз қадамдары үшін жауап бере алатын адамдар көп жағдайда табысқа жететіні белгілі. Ата-ананың тәрбиесі бала мінезінің іргетасы. Өзіңнен ұл-қыз туса, ей азамат, қолда өсір ұстай көрме, алыста жат. Мейірімді, таза болса тәрбиесі. Жалғыз білім үйретуге емес, біліммен бірге жақсы тәрбиені қоса беру керек. Баланы ұлша тәрбиелесең ұл, құлша тәрбиелесең құл болмақшы. Бала тәрбиесінің ең үлкені оны еңбекке баулу. Еңбекшіл жасқана ең үздік азамат болып қалыптасады. Адам өмірі қамшының сабындай ғана қысқа екен. Досы көп, ұрпақ тәрбиелеген ұтады екен. Бір әкенің тәрбиесін 100 мектеп бере алмайды. Қызы анадан үйренбей өнеге алмас, ұл атадан үйренбей сапар шекпес. Ешкімде іштей батыр болып тумайды. Батырлық та мінез секілді өскен орта, көрген тәрбиеге байланысты қалыптасады. Балаға берілген дұрыс тәрбие бұл бақытты кәрілік. Қате тәрбие біздің келешектегі сорымыз, біздің көз жасымыз. Ұл тәрбиелей отырып, халықты тәрбиелейміз. Қыз тәрбиелей отырып, ұлт тәрбиелейміз. Жақсы отбасында жазалау деген атымен болмайды. Ал бұл отбасы тәрбиесінің ең дұрыс жолы. Ешбір әке баласына жақсы тәрбиеден артық ештеңе бере алмайды. Тәрбие адам тағдырын шешетін ұлы іс. Баланы бұзуға, түзеуге себеп болатын бір шарт жас күнде көрген өнеге. Қалай десек те ең мықты табиғи мектеп отбасы.